24 жыл бойынша 60 мыңнан астам шағымдар түсті. Мысалы 23 жылмен салыстырғанда, мысалы 23 жылда 50 мыңнан астам шағым болды. Көріп жатсыз ғой, да? 10 мың, 12 мың жақын шағым аса түсті. Енді шағымдар көбі 30%, 35% бөлшек саудаға түсті, 23% электрондық саудаға түсті, 8%-дан астам коммуналдық тұрғын шаруашылық қызметтері бойынша түсті, 5% шамамен байланыс қызметтерге түсті, қалған 20%-дай шамамен көлік қызметтер, медициналық қызметтер, туристік қызметтерге түсті. Былтыр соттарда өз күшімен 2 миллиардтан астам теңгеге қалпына келтірдік тұтынушылардың құқықтарын. Жоқ, ол материалдық шығын және моральдық шығындар бірге қоса.